Сегодня съемочная группа канала Азамат ТВ, правового канала, по просьбе жителей Абайских дач, так называемых, это новый Наурузбайский район, присутствовала на их выступлениях. Они обратились к нам, и я благодарен им за донаты. Не часто они к нам поступают, наверное, потому что мы не часто и просим. Что мы там увидели? Скажу честно, я не ожидал, что услышу лозунги и скандирования граждан. Мы увидели граждан, которые борются за свои права. С 2014 года Наурузбайский район, он уже в составе города Алматы, который, кстати, обладает определенным статусом специальным, правовым. Я думал, что с этого момента эти лица должны иметь право на то, чтобы их имущество, недвижимое имущество, переведено из категории земель товарищества садового в ИЖС. Я так надеюсь и так думаю. Мы увидели их выступление, вы тоже это сейчас услышите. Мы увидели озабоченность, мы увидели сотрудников полиции и неизвестных людей, которые сначала не представлялись. Siz kim bo'lasiz? Журналист. A few moments later. Потом один из них оказался заместителем акима Наурузбайского района. Фамилияңыз кім будет? Более того, мы увидели, что граждане, которые выступали, озабочены были нашей безопасностью и говорили, не мешают ли нам эти граждане. И вы можете за этим проследить. Мы выступали и вели эфир в прямом эфире. Посмотрите. Ну что ж, как правовой канал, мы всегда нацелены на правовой результат. И я попросил своего коллегу, юридического консультанта, с тем, чтобы он непосредственно выехал с нами, уделил свое время, хоть и в воскресенье, для того, чтобы, может быть, проконсультировать этих граждан. Я надеюсь, что эти проблемы найдут должное разрешение. Более того, самое главное, давайте посмотрим значение статьи 1 Конституции, что жизнь, права и свободы человека являются высшей ценностью государства. И, честно говоря, как редактор правового канала, я не совсем верю в эффективность того, что вы услышите, это обращение и к президенту Республики Казахстан. Мне кажется, надо вести просто планомерную работу по защите своих прав. Спасибо за внимание. Сәлеметсіздер ма? Менің есімім Заирова Роза боламын. 15 жылдан бері осы Абай дачада тұрамын. 14 жылдан бастап бұл дачамыз Наурызбай ауданға кірді. Бүткіл газымыз бар, суымыз бар, өзіміздікі жеке, конечно, бірақ бар. Біздің енді үндеуіміз, біздің требованиямыз Тоқаев мырзаға. Тоқаев мырза, өтініш, бізді тыңдаңыздар, біз қарапайым адамбыз. Осы тұрған адамдардың бәрінікі бір-бірден үй, екіден, үштен үй ешкімде жоқ. Бізге ИЖС керек, басқа ештеңе сұрамаймыз, бізге тек қана ИЖС берсеңдер болды. Осымен біз тыныш аламыз. Бізге де обал, бәріміздің кредиттеріміз бар, бәріміздің үйімізде қарыздарымыз бар, осы үйлердің бәрі кредитқа салынған үйлердің бәрі. Бір үйде 4-тен 5-тен семья отбасы тұрады. Жалғыз тұратын адам жоқ, бір үйде 4-тен 5-тен отбасы тұрады. Бұл адамдарға обал. Сол үшін өтінішіміз, бізге ИЖС беріңіздер. ИЖС, тек қана ИЖС. ИЖС-те бәріміз сұраймыз. Тек қана ИЖС. Алла сіздерден разы болсын. Біздің дұғамызды аласыздар, біз дұға қыламыз. Біз қарапайым адамдар сіз үшін біз. Сіз үшін болғаннан кейін сізде біз үшін өтініш бір қарекет жасаңыз. Болды осымен. Басқа сөзім жоқ. Құрметті Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы, мынау Алматының бұрынғы Абай Саяж ауданының тұрғыны Әбділбаев, Оңылбай, Кітапбаев боламын. Мен осы жерде 1979 жылдан Саяж едіп алып едік. 2014 жылы қалаға ауыстық. Қаланың Абай ықшам ауданы болып бөліндік. Бірақ қалаға кіргенменен бізге ИЖС берілмей жатыр.
Сондықтан біздің талабымыз, сізден өтінішіміз, біздің осы жерлерімізді, үйлерімізді ежелдеске өткізіп беруіңізді өтінеміз. Ал мына жергілікті әкімдік, жергілікті биліктерден бізге көмек жоқ. Сондықтан амалдың жоқтығынан сізден өтініш сұрап отырмыз. Мынау халықтардың бәрі жиналып, сіздерден көмек келеді деген өтінішпен тұрып жатырмыз. Құрметті Тоқаев мырза, біз мынау Абай шағын ауданы, қазір микрорайон Абай есептеліп тұр бұл. ПДП алғанша май айында ПДП-ның жоспары бұл жерге жасалатын көрінеді. Біз енді осы саяжайларды, саяжай емес бұл уже 14 жылдан бері бұл уже қалаға кіргенбіз. Микрорайон Абай бұл есептеледі. Енді сөйте тұрып, біз зам әкімге кірдік Наурызбай ауданының. Ол кісі айтады, біз сіздерге ЕЖС бере алмаймыз дейді. Не үшін? Потому что біз сіздерге ертең қомақты ақшаны төлей алмаймыз, төлеп бере алмаймыз дейді. Қалай енді біз осы жерлерге қанша жұмыс жасадық, осының бәрін бәлен ақшаға сатып алдық. Сөйтіп азғана ақшаға ырза болып кете беретін біздің жағдайымыз жоқ. Инвалидтер бар, қария кісілер бар. Бәріміз осы жерде өмір сүріп жатырмыз. Әр үйден қанша адамнан шыққанда осы жерде көп өте адамдар тұрып жатыр. Енді осыны сізден Тоқаев мырза сұранамыз, халықтың үніне құлақ асыңыз. 7 жидан 1 жиға өткізуіңізді сұранамыз, өте сұранамыз. Өйткені мынау местный властьтар ешқайсысы бұған реагировать етпей жатыр. Ешқандай жауап жоқ олардан. Өткіземаймыз болды. Енді сіздерден біз үміт күтіп отырмыз. Осынша халық жиналып бәрінің айтатыны ЕЖС, тағы ЕЖС. ЕЖС. Осындай алтын жеріміз, мынау будущем Қаскелең қосылса, мынау жеріміз біздің қаланың нақ жүрегі болып тұр, нақ ортасы болып тұр. Неге бұндай алтындай жерімізді біз тегін беріп жүруіміз керек? Мен соны түсінбеймін. Қанша өшірге қызмет қылдық, қандай бауыл жаман нәрселерді біз сыртқа шығардық. Қандай үлкен мынау қой тастар болды. Соның бәрін біз енді тазалап, енді әжеп түре отырамыз деген кезде бізге ЕЖС бермейді. Біздің басқа да проблемаларымыз бар. Олардың бәрін өзіміз решать етіп отырмыз. Өзіміз қалтамыздан ақша шығарып. Өйткені біздің үнімізді ешкім естімейді. Тоқаев мырза, сізден көп үміт күтеміз. Меня зовут Екатерина, я жила на сообществе Кайнар. Нас снесли под госнужды. На те деньги, то, что нам дало государство, мы смогли опять же купить в этом же дачном массиве. И ухудшить только свое состояние. Нас жило 3 семьи, у нас были несовершенные дети. Теперь мы все разошлись, потому что мы не помещаемся в том доме, который мы приобрели за эти деньги. Купить больше, улучшить свое состояние мы не смогли. И мы просим только ИЖС. Больше нам от вас ничего не нужно. Дайте нам его, пожалуйста. Я живу на абайских дачах уже больше 20 лет. Мы как-то здесь привыкли, обжились, вложили сюда душу свою. Ну и деньги, конечно, немалые. А года 4 назад была встреча в Акимате с нашим Акимом. И он сказал, что вы можете строиться, мы дадим разрешение. Разрешение дали, люди построились. А сейчас что же это, сносить все будут? Мы хотим ИЖС, мы хотим спокойно жить. Наш президент провозгласил слышащее государство. Мы хотим, чтобы нас услышали, и уровень жизни людей не падал, тех, кто здесь живет. Мы этого очень хотим. Құрметті Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы, біз мына Алматы қаласы Абай саяжайының тұрғындарының атынан 2006 жылдан бері осы жерде тұрамын. Көп балалы анамын. 2014 жылы біздің саяжайды қалаға ауыстырған. Прописка берді. Басқа коммуналдық қажеттіктің бәрін өз күшімізбен дайындап алдық. Қазіргі кезде мен 7 баламен тұрып жатырмын. 7 адам тұрамыз бір үйде.
біз ежеске біздің мұңымызды еститін акимат пен қалалық әкімдікте, аудан әкімі де құлақ асқан жоқ. Жер бөлімі де, архитектурада ешқайсысынан жақсы оң жауап алмадық. Сіздің мазаңызды алмайтын едік. Енді жан айқайымызды сізге жеткізуге мәжбүрміз. Бізді айып етпеңіз, бүкіл халықтың артынан, халықтың жан айқайын сіздерге сіз бізді түсінеді деп ойлаймыз, бізге жаны ашиды, және халықтың мүддесін қорғайды деп сенеміз сізге. Және бізге егер ЕЖС бермеген жағдайда біздің үйлерімізді сносқа жібермесін. Біз бүкіл халықтың тілегі сол. Бізде қаламыздың көркейіп, қаламыздың жайнағанын, халқымыздың жақсы өмір сүргенін жақсы көреміз. Бізде сондай кешкіміз келеді. Қартайған шағымда мен бала шағамның ортасында уайымсыз, қайғысыз бала шағамды оқытып, өркендетіп, жақсы өмір сүргім келеді. Құрметті президент мырза, сізге өте халықтың атынан сұраймын. Бізге ЕЖС беруіне жол жасаңыз. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, обращаемся к вам с массива Абайские дачи. То, что сейчас происходит, то, что нам обещают, нам предлагают развитие города, мы не против. Но то, что сейчас происходит, это не развитие города. Это попытка отобрать наши частные собственности, на которых мы трудимся. Это наш труд, это наше право на достойное будущее. Вот. Наши дачи – это не ресурс для застройки. За эти дачи заплачены деньги, вложены наш труд. Вот. Никто не имеет права просто прийти и решить, что этого больше существовать не будет. Вы говорите о планах, о проектах, о инвестициях. А где в этих планах люди? Почему принимаются решения не согласованные, без реального диалога с народом? Я хочу напомнить, что наша собственность – это не формальность, это фундамент. Сегодня сносятся дачи, завтра дома, послезавтра объекты, только потому, что кто-то решил, что это неэффективное строение. Мы не согласны с этим. Мы не обязаны соглашаться с этим. Мы не обязаны принимать решения, которые ухудшат наши условия нашей жизни. И мы здесь все стоящие жители дачи, все против этого. Вот. Так, если вы думаете, что люди просто разойдутся, то вы не правы. Мы будем отстаивать свои права законными способами, через суды, через общественное давление, через СМИ. Правда же? Так, теперь вы обязаны нам предложить альтернативную, добросовестную альтернативу должны предложить, либо отказаться от сноса наших абайских дач. И запомните, развитие за счет игнорирования людей – это произвол. Это произвол. Мы против. Мы против сноса. Так, мы требуем уважения, мы требуем законности, мы требуем, чтобы нас услышали те, кто решил проявить неуважение к тем, кто создавал этот массив, кто на ней трудился, какие силы были вложены. Мы против. Теперь вот хочу дополнить, попросить по поводу Алматы генплана отправить нам комиссию
с генеральной прокуратуры, с аппарата президента. Мы будем ждать, мы надеемся на то, что вы нас услышите. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Ал құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы президентіміз, сізден сұрайтынымыз, мынау Алматы қаласы, Абай алқабы, бұл жерде сносқа кетірейін деп жатыр. Бұл жерде жастарымыз біріншіден айтарым, мына экология министрі, экология қайда қарап отыр. Кезінде Алматы қаласы көлшік болған. Бұл көл су тартылып, Алматы қаласы соғылды орнына. Бәрбіріне жердің астында жердің бұлақ көздері бар. Ертең күні мына үлкен ғимараттарды салсаңыз табиғат ондырмайды. Экология министрі осыған көңіл бөліңіз. Бір Алматының ішіне дәу зәулім үйлерді тыға бермей, қаланы көркейтіңіздер, кеңейтіңіздер. Алматының айналасында жер көп. Қаланы көркейтіп, мына жастарға болашаққа жағдай жасаңыздар. Халықты қинамаңыздар. Табиғатта ондырмайды. Сіздерден сұранатыным, мынау жалғыз бір ғана үйі бар халықтың. Халықтың дүниесі жоқ бір ғана баспанадан. Отан деген отбасынан басталады. Мыңдаған семья тұрады. Мыңдаған семьяның ар жағында мыңдаған балашаға. Егер мынау Алматы қаласының билігі бұған бейжай қарайтын болса, ертең артымызда келатқан ұрпақ қалай отанын қорғайды? Егер отанындағы үйін, жалғыз баспанасын, отбасын ойранын шығарып атсаңыздар, соған көңіл бөлулеріңізді сұраймыз сізден. Отанын қорғайтын мынау жастар, мына балашағаны көрсетіңізші. Мына балашағаның келешегін ойлаңыздар. Алматы қаласын кеңейтіңіздер, жер көп соғам десеңіздер. Мына Алматының ішіне зәулім үйлерді тыға бермеңдер. Жер ананың да киесі бар, соны ойлаңыздар. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен Абай даңғылының бойында тұрамын, Алматы қаласының. Өзім Тараз қаласынан осыдан 6 жыл бұрын осы жерге көшіп келдім. Осы Алматы қаласында өркейіп, өніп, өсемін деп бала шағаммен. Ендігі сұранысы өкімет тарапынан бізді қинап, кәдімгідей қинап, жерімізді аламыз деп тұр. Біріншіден, біз олардан ИЖС-ті қанша жылдан бері сұрап келе жатырмыз. Бірақ ол ИЖС-ті берген арыздарымызға ответімізді отказ беріп жатыр, бас тартып жатыр. Не себептен деген сұраққа біз осыдан жиналыс жасатып, қалалық зам аким сол кісімен кездесу болды. Сол кездесуде бізге ашықтан ашық жариялады. Егерде сіздерге ИЖС-ті беретін болсақ, ешқандай инвесторлар сіздердің жеріңізді алуға келмейді дейді. Не себептен біз бұл жерімізді сатуға келіп тұрған жоқпыз. Мына жерде қаншама адам бар, 30, 50, 40 жыл тұрып жатқан, бүткіл бала шағасымен өмір сүріп жатқан. Бұл үйді өздерінің игіліктеріне әдемілеп соғып, жақсылап өмір сүруге, бала шағасының қызығын көруге келіп отырған адамдар. Не себептен біздің жанымызды қинап, бұл үйлерімізді алу керек олар. Ендігі тағы бір ең жан айқайым мен осы Наурызбай ауданының ең басты архитекторымен бетпе-бет кездескенде мен легализация жасағым келді. Сол себептен мен оның алдына барғанда ол кісі маған ашықтан ашық жариялады. Сіз Т4-да тұрсыз, сіздің үйіңіз транспортқа кетеді деп. Мына автобустардың аялдамасы болады дейді. Сонда ол осы бір жыл аралықта өтіп кетейін деп тұрмын мен. Ендігі айтатыным, менің жерім 3 соттық жер. Менде қазір садоводчество. Садоводчество болған кезде қазіргі осы маңайда өтіп кеткен үйлерге берілген бағаларын беретін болса, мен 2 балам, 2 келінім, 4 немерем, өзім күйеуімменен қайда барамын ол берген бағасына? Айтыңыздаршы, мен сонда ауада ұшып жүруім керек па? Не болмаса, бір комната үйге барып барлығымыз тығылып отыруымыз керек па? Сіздердің халықтың мүддесін қорғайтын біздің правительство қайда қарап отыр? Бұл не сұмдық, айтыңыздаршы. Кемелұлы, Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізден
жүрегіммен сұраймын, түні күні жылаумен болып жатырмын. Түні күні жылаумен болып жатырмын. Егер де сондай соманы маған беретін болса, мен қайда барамын? Мен бұл үйден көшпеймін. Қайда апарса, онда апарсын. Түрмеге қамап қояма, мені бульдозермен сол үйде көміп тастайма, маған бәрібір болып тұр. Менің жүрегімде бала шағамның алдағы өмірі. Ертең олар далада қаңғырып жүрмеу керек. Біз ата-аналар сол үшін өмір сүріп жатырмыз. Өзіміз үшін емес, біз бала шағамыз үшін өмір сүріп жатырмыз. Барлық осы правительстводағы адамдардың барлығы өз бала шағаларының мүддесін қорғап, қалталы адамдар 18 жасқа жетпей үйлерін алып беріп жатыр. Енді біреудің қалтасын санамайын. Барлық халық бірдей емес. Просто мен шындықты айтқанда біз ұрлауға жоқпыз. Бар пейнетімізбен жинап терген бір жалғыз үйімізді өкіметтің жобасыменен, ген планыменен инвесторларға беріп, не болмаса автобусный стоянкаға беріп қойып, аузымызды ашып қарап отыратын халық емеспіз. Біз барлығымыз бірігіп үндеу жасаймыз. Міне қазір көріп тұрсыз, сонша халық келіп тұр алдыңызға. Қасым Жомарт Кемелұлы, сізден сұрайтынымыз, бізді Абай саябағын тиіспеңіздер. Өте жасыл осы Алматы қаласына таза ауаны беріп тұрған орталық бұл жер. Біле білсеңіздер. Сізден сұрайтынымыз, мына біздің Алматы қаласының жоғарғы прокуратурасы бар ма, басқа басшылардың барлығына қарасты сұрақ біздің немізге жауабымызға ИЖС беру деген сұрағымызға жауап беруді, өтінішімізді қабылдауға сұранамыз. Және де тағы бір айтар кетерім ең бастысы. Земельный отношенияға барып, қағаз жүзінде документімізді, құжаттарымыз тапсырайық дедік. Не себеппен? Өйткені біздің берген арызымызды сон арқылы, жаңағы қазіргі компьютерменен, жаңа ИГОФ арқылы өткізген қағаздарымызды қабылдамай жатыр. Не себептен екенін оны білмейміз. Қайтарғаннан бұрын қазір кәдімгідей нені жауып тастады. Базаны жауып тастады. Мен 3 март күні өткізген қағазым әлі на рассмотрение болып тұр. На рассмотрение деген сөз әлі жауап жоқ. Оны мен көзбе-көз маған айтқан адамдар бар. База істемейді. Сіздің данныйыңыз о кісілерге жетіп те тұрған жоқ дейді. Не себеппен? Өйткені қазіргі май айында Алматы қаласының бас жоспары қарастырылып жатыр, әлі де қарастырылып жатыр, бірақ май айында ол қойылады. Сол күнді күтіп отыр деп менің жаман ойым болып тұр. Қараңыздар, енді біз мынауынша халық дала кезіп кетуіміз керек пе? Соны айтыңыз. Біз енді Қасым Жомарт Кемелұлы, сізден сұранамыз. Бізге сnosты беруден де бұрын сіз біздің Алматы қаласын тексергеніңізді сұраймыз. Өйткені басшылар өте дұрыс емес тірлік істеп жатыр. Халыққа. Халық негізі неден тұрады? Халық мына осы адамдардан тұрып жатыр. Дұрыс па? Екіншіден, сіздер кімді басқарып отырсыздар? Халықты басқарып отырсыздар. Халықтың мүддесін қорғау үшін отырсыздар. Сол себептен сіздерден сұранамыз. Біздің мүддемізді қолдауға, ИЖС-ті бізге беруге, бермеген күнде де мен өз басымның атынан сөйлеймін. Менің егерде мынау үйімді ертең парковкаға алатын болса, маған титтей суманы беріп, далаға қаңғыртып жіберейін деп отыр. Мен оған келіспеймін. Мен далада қалуым керек емес. Өйткені мен де қазақ елінің азаматымын. Мен де өзімнің құқымды қорғауға міндеттімін. Және де бала шағамның алдында мен қарыздар болып қаламын. Егер де бала шағамды далаға қаңғыртатын болсам. Ал сіздер осы правительство, біздің
жоғарыда отырған осынша қаланы халықты далада қаңғыртып жіберетін болсаңыздар, сіздер де ол үшін жауаптысыздар. Мен Жексенбаев Жанат Азаматұлы, Қазақстан Республикасының азаматы. Осы Алматы қаласы Наурызбай ауданы Абай дачасының тұрғынымын. Менің жаңағы жолдауым біздің елбасымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға және қала әкімі Сатыбалды Дархан Амангелдіұлына, міне халықтың атынан сөйлеп атқан азаматтардың бірі болам. Мен бір 2-3 фактын айтып кетейін. Неге осы Абай дачасы Наурызбай ауданына көшкелі 3 жыл мен 5 жыл аралығы болды. Бірақ бізде садоводчество статусы ИЖС-қа әлі аударылмай отыр. 12 жыл болған екен. Қателескем, 12 жыл ойлаңызшы. Алматы қаласы барлығы осы жерде заңдастырылған, бірақ бір кісілердің интересімен бұл жерде статус ИЖС берілмей отыр. Бау-бақша болып тұр. Ол дегеніміз халықты қағып отыр. Қазір екінші факт. Президент мырза, сіз айтқандай, көгалдандыруға әкімдікке тапсырма бердіңіз. Экология көгалдандырылсын деген. Бәленбай гектар осындай тапсырма бердіңіз. Бірақ осы біздің тұрып жатқан жерімізде қаншама өсімдіктің түрлері бар. Алмұрт, алма, виноград, енді айта берсең ол ұзап кетеді. Сондай керемет жерімізді қазір таза ауаны құртайын деп тұр. Ойлаңыз не? Мына Алатаудан бері қарай мына жаққа қаншама жықалар салайын деп жатыр. Ауа айналымы қалаға тоқталайын деп тұр. Сіздің тапсырмаңызды былай айтқанда қағып отыр. Бұл жерде басқа сырт жақтағы бір сыртқы күштердің, инвесторлардың интересі көп орын алып тұр. Бұл жағдайда халық сносқа кеткен жағдайда бау-бақшаға өте аз ақша мөлшерде беріледі, ИЖС-қа көп беріледі. Сол үшін бізге ИЖС бермей жатыр. Екіншіден, сіздің тапсырмаңызға салғырт қарап отыр елдер. Сіз тапсырма бердіңіз, бірақ әкімдік басқа интерестермен ол тапсырмаңызды елеп отырған жоқ, қорғап отырған жоқ. Үшіншіден, міне қарапайым халық ойлаңыз, қазір бау-бақшаны статусымен санап берген жағдайда рыноктағы үйдің бағасына сәйкес келмейді. Қазір көп адамдар ақшадан қағылайын деп отыр. Сонда көп факторлар роль ойнап тұр. Үйден қағылайын деп тұр. Берген ақшаға үй ала алмайды, жер ала алмайды. Қаншама адам сондай 3-4 фактордан қағылайын деп тұр. Сол үшін сіздерден өтінішіміз тексеріс жіберулеріңізді, генпланды қарастырып қайтадан ошаққа комиссия құруды өтінеміз. Және де сностың болмауын, ИЖС-тің берілуін талап етеміз. Біз мына Алматы қаласының жергілікті тұрғындары боламыз. Наурызбай ауданы, микрорайон Абай ықшам ауданы, қазіргі аты бұрынғы аты Абайские дачи. Сіздің жүргізіп жатқан саясатыңызды сыртынан біз бақылап сыртыңыздан өткізіп отырған әкімге берген тапсырмаларыңызды біз көріп отырмыз. Осы жақында сіз Дархан Сатыбалдыұлын приемға қабылдаған кезде сіз қаланың дамуындағы ең бірінші өзекті мәселе, оның ең бірінші экологиялық мәселесін бірінші орынға қойды, всегда оған тапсырып отырсыз. Және біз мына Абай дачасының құрылғанына 60-70 жылдың төңірегінде болды. 2014 жыл официально бұл қаланың аумағына кірген, Наурызбай ауданының әкімдігінің тура қасында тұр, өте жақын орналасқан. Және де бұл жерде 70-80 жыл уже тарихы бар, қаншама әртүрлі жеміс-жидек ағаштары бар. Сонымен қатар әртүрлі құстар бар. Қызыл кітапқа енген құстар бар екен, кеше мен сұрастырып білдім. Сонымен қатар қалаға экологиялық ықпалы өте жоғары деңгейде. Өйткені міне қала, міне әкімдік тұр, міне жоғары высотный этаж үйлер тұр. Мына жерден кәдімгідей таза ауа жазда қатты экологиясына әсер етеді. Енді соның бәрін ескермей, әкім мырза қалалық генплан 2040-қа дейінгі генпланды мына май айында, мамыр айында уже утвердить етейін деп отыр. Біз халық 2016 жылдан бастап қала
дачный массив қаланың аумағына кіргелі бері қаншама халық арыз жазып, өздерінің жерлерін ижеске өткізуін сұрап отыр. Бірақ ешбір адамға официальный ответ келмеген, на рассмотрение деп уақытты созып келіп осынға дейін әкелді. Бір жағынан мораторий болды. Мораторий енді бітіп еді, қазір қаланы осы ықшам ауданның тұрғындарын перед фактом поставили. Сендердің райондарың под снос. Оның ішінде мен сіздің к вашему сведению мынандай мағлұмат айтып кетейін. Бұл жерде 1200 участок бар. Ол 8,5 гектар жер бар. 8,5 гектар жер бар. Бірақ біз халық өкіметтен еш нәрсе сұрап отырған жоқпыз. Өкіметтен біздің сұрап отырған бір ғана нәрсеміз біздің қаламызды ижеске өткізуін сұраймыз. Бірақ оған қазір әртүрлі құйтырқы әрекеттері арқылы қаланың әкімдігі бар, басқа органдар бар. Біздің арызымызды қабылдамай отыр, және біздің халықпен ешқандай да диалог жүргізіп отырған жоқ бұл мәселеде. Сол себептен де мен сізге осы мәселе бойынша халықтың мұңын, жан айқайын жеткізгім келеді. Бізге аппарат президентадан және генеральный прокуратурадан именно осы мәселе бойынша, қаланың генплан мәселесі бойынша шұғыл түрде комиссия құрып жіберуіңізді сұраймыз. Және осы біз айтып отырған мағлұматтың бәрін бұл бос сөз емес екенін, шынында да біздің басымызда осындай мәселе бар екенін тексеріп, соның шешімін шығарып беруін сұраймыз. Және де біз өзіміз жерлеріміздің ижеске өткізуін талап етеміз. ижеске өтуін талап етеміз. Заңсыз түрде, бізге заңсыз түрде ижес берілмей отыр. Негізінде заң біз жақта болса да, ол әкімет тарапынан орындалмай отыр. Біз өзіміздің құқығымызды өзіміз қорғай алмай отырмыз. Сол себептен де бізге шұғыл түрде комиссия жіберіп, осы мәселені тексертіп беруіңізді сұраймыз.